Махамбет Өтемісұлы 1803 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданында Нарындағы Бекетай құмында туған. Әкесі Өтеміс елге ықпалды, сөзі өтімді би болған. Бала кезінен мұсылманша, орысша оқыған Махамбет шешендігімен, ақындығымен көзге ерте түседі. Сол кезеңде Бөкей ордасын билеген Жәңгір хан сөзін сөйлер сарай ақын етпек оймен Махамбетті өз жағына тартпақ болады. Дегенмен бір жағынан отаршылдық бұғауының қысымынан, екінші жағынан хан зорлығынан намыс аяққа тапталған халықтың мүддесін жақтаған Махамбет 1836-1838 жылдар аралығында болған Исатай Тайманұлы бастаған халық көтерілісінің бастаушысы әрі көсем болды. Махамбет Өтемісұлы 19 ғасырдағы қазақ әдебиетінің мәртебесін биіктетіп, абыройын асқақтатқан аса талантты тұлға. Ол тек адуынды ақын, тамаша сазгер, суырып салма шешен ғана емес, сонымен қатар өмір бойы елінің қамын жеп, халық бақыт үшін күресіп өткен батыр. Сол себепті де Махамбет ақын өз өлеңдеріне халықтың арман үмітін, қайғы мұңын, биліктің әділетсіз озбырлығын арқау етті. Махамбеттің жырлары Бөкейдегі халық зарының, билік заңының әдеби айнасы болды. Еркіндік, елдік аңсаған халық көтерілісінің ұраншысы да, жыршысы да, шежірешісі де Махамбет. Осы мақсатта Махамбет өзіне ерген қалың бұқараның сөзін сөйлеп, халықты қанаған, зорлықшыл билік өкілдеріне қасқайып қарсы тұрудан да тайынбаған. Бұл сөзімізге Махамбет Өтемісұлының Баймағамбет сұлтанға айтқаны өлеңі айғақ. Бұл өлең негізінен 14 бөліктен құралған. Адуынды ақын Махамбет Баймағамбет сұлтанның ақсүйектен шыққан ел билеуші екендігіне қарамай аяусыз шенеп, халықтың халін ашына айтады. Ашуыма көп тисең, өзекті жанға бір өлім, ордаңды талқан қылып шабармын деген өлең үзіндісінен Махамбеттің ешкімнен, ештеңеден сескенбей, шырылдап, шындықты айтқанына, сол мақсатта өлімге де бас тігуге дайын екеніне көзіміз жетеді. Махамбет Өтемісұлы халықтың арман мұратына рух беріп, бар азап қайғысын арқалап өткен, өмірінің соңына дейін сол мақсатта күресіп өткен ер азамат. Махамбеттің Баймағамбет сұлтанға айтқан деген өлеңі осы сөзіміздің айнымас дәлелі.